Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, қош келдіңіз. Бекзат Жүсіп, Маңғыстау телеарнасының директоры, болашақ бағдарламасының түлегі. Бекзат, менің сізге қояр 10 сұрағым бар. Сол сауалдарға шынайы жауап береді деген сенімдемін. Сонымен алғашқы сұрақ. Болашақ бағдарламасымен шетелде білім алып келгендердің көбісі басшылық қызметтерге, сондай-ақ жалақысы жоғары қызметтерге ұмтылып жатады. Неге? Жалпы неге қарапайым қызметтерден бастамайды? Мысалы, өзіңізде Англиядан Ақтауға директор болып оралдыңыз. Енді бірінші сұрағыңызға келетін болсам, болашақтың басталған алғашқы жылдарында сондай жастардың арасында стереотип болды. Әуелде солай қалыптастырып алды ма билік жағы, бірден басшылыққа қызметке қойып, сонда адамдардың ішінде амбиция болды жастардың ішінде. Мен келгенде кемінде бір жерде басшы болуым керек деген сияқты. Бірақ соңғы жылдар менше бұл үрдіс өзгерді. Ал енді болашақпен келіп ауылда қызмет етіп жатқан мұғалімдерді білеміз. Бас маман болып, сондай қарапайым қызметтер жасап жатқандарды білеміз. Ал енді менің өз басыма келетін болсам, мен кеткен кезде де, келген кезде де менде бір басшылық қызметке келейін деген сондай бір жалпы амбициям ондай. Мен мүмкін өзімнің кемшілігім де ол мүмкін. Менде соншалықты амбиция жоқ әуелден. Себебі бір ғана мысал айтайын, мен Қызылорда облысы әкімінің баспасөз хатшысы, жетекшісі болып қызмет еттім. Сол кезде мен осы жасап жүрген қызметімді тастап оқуға кетем дегенде, көп адам, әріптестерім, айналамда жүрген жігіттер айтты маған. Осындай, енді олардың тілінде, көзқарасында солай болып тұр, осындай қызметті тастап оқуға зачем деген сияқты арасында бір сондай, не керек, оның қажеттігі қанша деген адамдар болды. Керісінше қолдаған адамдар болды. Қазіргі мүмкіндік бар кезде жаста оқу керек деген сияқты. Ал мен сол жасаған жұмысымды да қызмет деп айтпаймын, жұмыс ол. Біз әр жерге барып шама-шарқымша, мүмкіндігімше жұмыс жасаймыз. Мен сол тіл оқығанмен бір аралықтар болып қалды менде үзіліс болашақтың арасында. Сол кезде мен қайтадан Хабар телеарнасының бір аутсорсинг компаниясына қайтадан журналист болып жұмыс жасадым. Мен одан кішірейіп қалған жоқпын. Сол кезде де мен парламенттің қабырғасында кәдімгі өзімнің бұрынғы әріптестерімен жүгіріп, сұхбат алып, материал жазып жүрген кезде кейбір әріптестерім сұрайды, жаңағы кішкене енді жаңағы баспасөз жетекшісі болып келіп, қайтадан журналист болып, микрофон арқалап жүрген қиынға соқпай ма деген. Бір жағы қалжың аралас енді сұрайды. Менде ондай ешқандай бір ішкенде арлану жоқ. Неге мен арлануым керек? Ол менің кәсібім. Мен одан сол үшін жалақы алып отырмын, семьямды асырап отырмын. Мен қазір осы мысалға телеарнаны басқарып отырмын ба? Бір күні мысалға енді еш нәрсе мәңгілік емес қой. Бір жерге басқадан келуі мүмкін. Мен басқада өзімнің семьялық жағдайларыммен мүмкін осы қызметті тастауым мүмкін. Қайтадан мен республикалық телеарнаға барып, қайтадан тілші болып жұмыс жасай беруге ешқандай араланбаймын. Туған жерде басшылық қызмет жасау оңай ма әлде қиын ба? Оңайшылығы да бар, қиыншылығы да бар. Бір жағынан бақыт сүйген адамға, бір жағынан қиыншылықтары да бар. Енді бақытын айтайын, мен өз басыма келетін болса, мен өзімнің ең алғаш қызмет бастаған ортам. Егер қазір маған сондай мүмкіндік беріліп тұр, бір қандай да бір үлес қосып, осы телеарнаның бір дамуына, жақсы контент шығаруына, материалдық техникалық базасын кішкентайда болса нығайтуға үлес қоссам, ол менің бір мақсаттарым орындалғаны. Ал қиыншылығы, жауапкершілігі екі есе. Ауылдың баласы, елдің баласы деп қабылдағанмен, ой ертең тындыра алмады-ау деген нелер болуы мүмкін. Сосын жаңағы айтқан кейбір қарапайым мысалға айтайын, кейбір дүниелер эфирге кетпейтін дүниелердің өзінде өтініш жасап звондап жатады. Баяғы өзіміздің Бекзат қой, ауылдан звондайды, ағайын, енді ағайын туысым көп араласпайды, мен әуелден араластырмаймын, бірақ таныс тамыр, дос жаран, әріптес, ұстаз деген сияқты дүниелер хабарласып жатады. Кейде олардың да көңілін жыққым келмейді, бірақ ол эфирге беруге тұрмайтын дүниелер бар. Менің осы телеарнаның өзінің бір бағыты бар. Астанада басшылығымыздың ұстанған бағыты бар. Өзімнің де медиа менеджер ретінде ұстанған бағытым бар. Кейбір дүниелерді эфирге беруге болмайтын деген сияқты. Бірақ жаңағы дүниелер екі жақтан қысқан кезде не ағайыншылық жағына, не кәсіби жағына жығыларыңды білмей сондай бір қиын кездер болады. Енді шамамыздың келгенше сол ара жігін ұстап өтуге тырысамыз. Бұл жер маған үлкен бір өзіме бір ағылшынша айтқан челлендж дейді ғой, өзіме сондай бір вызов болып тұр да қазір. Мен медиа менеджер ретінде осы қазір маған алғаш енді осындай үлкен ұжым берілу, мүмкіндік беріліп тұр ғой басқару. Соны мен атқара алам ба, сол үдеден шыға алам ба деген өзімде менде қазір күнде өз-өзімді қайраймын, мен осы дұрыс істеп жатырмын ба, қаншалықты мен осы атқара аламын. Осы менің алғашқы
былай айтқанда жауапты қызметім ең үлкен. Мен осыдан өте алам ба? Ал егер мен осыны өте алмасам, онда мен ертең үлкен қызметтерге араласып, онда жаңа айтқан, тем более өзімнің соншалықты амбициям жоқ. Мен онда үлкен позициялар сұрап, мұндайға мен тартпаймын. Ал егер осыны үдеден жақсы атқарып шықсам, онда енді бағыма қардай, көреміз енді ары қаратай. Жалпы рушылдық, жершілдік бұл қазақтың қанында бар. Кейде бұл рушылдық, жершілдік біздің қызметте кері әсерін тигізіп жатады. Қай бір жылдары өзіңіз айтып қалдыңыз, Қызылордада жауапты қызметте болдыңыз, әкімдікте жұмыс істедіңіз. Сол кезде сізді Маңғыстаулық деп шеттеткен кездері болды ма? Енді мен Қызылордада тастай 2 жыл 6 ай жұмыс жасадым. Қазір кез келген Қызылорданың енді мақтанып айта аламын. Кез келген Қызылорданың журналистімен өте жақсы қарым-қатынастамын. Енді жұмыс барысында бірлі-жарлы болуы мүмкін, бірақ ешкіммен бет жыртысып, иш айдап кеткенім жоқ. Әлі күнге дейін кейбір әріптестерім бірге келіп осы Қызылордада жұмыс жасасаң ғой деп өтініш айтады. Маған сол ең үлкен мәртебе. Ал жаңағы рушылдыққа келетін болсақ, Қызылорда деген былай қарағанда қырғу жиналған жер. Ол жерде де енді жаңағы кішкене рудың арасында былай астыртын дүниелер бар. Бірақ менің өз басыма сен журналистермен жұмыс жасаймын ғой, негізінен журналистердің арасынан сен кіші жүзсің, адай екесің, бізде өзімізден табылмады ма деген дүниелерді мен өз басым естіген жоқпын. Мүмкін менің сыртымнан айтылған болуы мүмкін, бірақ мен өз басыма ондай сөздер естіген жоқпын, керісінше қолдау болды. Қазір халықтың көбі әлеуметтік желіде отырады. Әлеуметтік желіден жаңалықты бірінші болып сол әлеуметтік желіден оқиды. Газет пен телеарнаның дәуірі өтті деген пікір айтылып жүр. Осы ойға не айтасыз? Енді дәуірі өтті дегенге мен келісе қоймаймын. Енді осыдан 50 жыл бұрында алғаш, даже одан да көп жыл бұрын алғаш радио шыққан кезде газеттің дәуірі бітті деп солай жар салды. Радиодан кейін телеарна шыққан кезде, ой, радио мен газеттің дәуірі бітті деді. Одан әлеуметтік желі сайт шыққан кезде телеарнаның дәуірі бітті. Ештеңе де біткен жоқ, бәрі өзінше жұмыс жасап жатыр. Бірақ қалай жұмыс жасап жатыр сол әңгімеде енді. Мысалға, көп газеттер бізде енді шын айту керек, мемлекеттің дотациясында ғана отыр. Мысалға, қазір мемлекеттен қаржы тоқтатып тастаса, олар тұралап қалады. Бірақ енді дәуірі бітті, тұтастай жойылып кетеді деген келіспеймін. Әр нәрсе. Жоқ, жалпы телеарнаның дәуірі бітті деп айта алмайсыз ғой. Телеарнаның дәуірі бітпейді. Телеарнаның дәуірі бітуі мүмкін емес. Мысалы, әлеуметтік желідегі ақпарат шынайы бола ма, жоқ әлде дәстүрлі бақ тама? Әрине, енді бұны бір жақты қарастырып айтуға болмайды. Тұтастай әлеуметтік желіге ақпараттардың бәрі жалған, телеарнадағы бәрі шынайы деп. Бірақ көп жағдайда енді әлеуметтік желідегі ақпараттардың екінші жақсы шығып жатады. Ал мына дәстүрлі медианың бір артықшылығы бұл объективті екінші жағымен. Мүмкін сізге мысалға әлеуметтік желіде өзінің мұңын айтқан адамның ар жағында басқа да бір себебі болуы мүмкін да. Ол қате айтып отыр мүмкін, қате түсіну мүмкін, болмаса шынымен тек өзінің эмоциясын салып бір жақты ғана айту мүмкін. Ал газетте, телеарнада, дәстүрлі бақта оның екінші жағымен беріледі. Сонда шынайы, толыққанды бет-бейнесі көреді. Біз мысалға әлеуметтік желіден бір адамның мұңын тыңдасақ, бір блогерден, оның мына бетін ғана көреміз. Ал тұтастай мынаны көру үшін сол телеарна, дәстүрлі бақ соған мүмкіндігі бар. Жан-жақты қамтып, екінші, үшінші жағымен себебі ол неге болды, шешілу жолы қандай деген сияқты. Ал әзірге енді өкінішке орай әлеуметтік желіде, жалпы сайт нелерде, осындай социальный сеттерде бір жақты дүниелерді көріп жатырмыз да. Енді оның да кейде артықшылықтары бар, жоққа шығармаймыз. Ашық айтуға, кейбір мәселелерді шын айтқанда әлеуметтік желіде көтеріліп үлкен резонанс тудырып, мемлекеттік деңгейде көтеріліп тоқтап қалып жатқан жерлер бар, тоқтатып мәселелерді. Шешіліп жатқан жері бар, жоққа шығармаймыз. Екі жақты бар, айтып отқаным сол. Сондықтан мынау жаман, мынау жақсы деп айту қиын, кесіп айту. Жақсы да бар, кері тұстары да бар. Блогер деп айтып қалдыңыз. Сіз үшін блогер деген кім? Және Маңғыстаудан жалпы дұрыс блогер деп кімді айта алатын едіңіз? Ғылыми анықтамасында жалпы блогер деген бұл жеке өзінің платформасы бар, әлеуметтік желідегі парақшасы емес. Кәдімгі әлеуметтік сайтта платформасы бар, белгілі бір тақырыпты үнемі қозғап, соны егжей-тегжейлі кәдімгі майын жылыген шағы майын ішіп жүрген адамды айтады негізі бір бақ. А бізде блогер деген қазіргі ауысып кетті оның түсінігі. Бізде әлеуметтік желіде кейбір мәселелерді өткір көтеріп, ашық айтып, тосылмай, сондай бір популярный, жаңағы белсенді, сондай азаматтың бәрі блогер болып кетті.
Жақсы солай ақ болсын. Өткен жағдайдың өзінде де енді менің түсінігімде қиын да, енді аналар да блогер емес деп те айта алмайсың. Олар да мүмкін әлеуметтік желінің белсендісі деп қарауымыз керек шығар. Жалпы енді солай. Ал енді Маңғыстаудан кімді айтатын десеңіз, мен қазір ананы айтып, мынаны айтып, өзімнің ішімде бар бағамында, әркімге өзімнің бағамдаймын ішімнен, бірақ қазір айтпай ақ қойын, анау, мынау деп қазір бәрі де араласып жүрген, сыйласып бар ғой жалпы. Иә, бар. Бірнеше адам бар, өте сауатты. Бірақ енді кей жерде ол кісілердің де тайқып кетіп жатқан, бір бағытта кетіп қалып жатқан жерлерінде көріп жатамын. Маңғыстау телеарнасына келгеніңізге 5 ай болды. Осы 5 айдың ішінде қандай жаңашылдық енгіздіңіз телеарнаға? Менің әуелде Әрине, аз уақыт дегенмен де. Менің әуелден келгеннен де бірден айттым. Мен қырып жойып тастап, 40 бағдарламаны жауып, қайтадан жаңа 40 бағдарлама ашайын деген ондай мақсатым болған жоқ. Бірақ мен қыркүйек айында келдім, тамыз айының соңында. Ол бір 2-3 ай маған жылдың соңы бағамдауға, анализ жасауға кетті. Қандай дүние дұрыс, іштегі материал техникалық болса. Мен қазір жалпы өз телеарнаның алдағы 3 жылға қысқа мерзімді даму жоспарын әзірлеп жатырмыз, бірлесіп. Ол жерде бірінші мәселе қойып отырғанымыз кадр мәселесі. Кадрсыз еш нәрсе мүмкін емес. Енді оның қазір мен бәрін құпиясын ашып тастамай ақ қояйын, оның да бір жолдарын қарастырып жатырмыз. Жоғары оқу орындарымен, мүмкін бір жаңа телеарнаның базасында курс ашамыз ба, ол жақтарында қарап жатырмыз, Астанамен ақылдасамыз. Олар да сондай позицияны қолдап отыр. Одан кейінгі екінші мәселесі кадр қалыптасқаннан кейін материалдық техникалық база болу керек қолында. Білесіздер, мысалға Маңғыстау телеарнасы салынғанына 50 жыл, биыл бізге 50 жыл. Сонан бері жаңа студия салынбаған, кезіндегі кеңес үкіметіндегі типтік студиямен тұр. Ол қазіргі заманауи ток-шоуларды, бағдарламаларды түсіруге өте қолайсыз мүмкіндік бермейді. Біз сондықтан әркімнің мейрамханасын, болмаса сондай зданияларды, ғимараттарды жағалап кетеміз, бір үлкен шара түсіреміз. Сондықтан осы техникалық базаны екінші мәселе соны қойып отырмыз. Оны енді облыс әкімінің алдына, облыс басшыларына көтеріп жатырмыз. Алла қаласа биыл шешіліп қалу керек бір жоспарларымыз бар. Жаңағы арық сөйлеп семіз шықты дейді, сондықтан бәрін қазір жайып тастап ертеңгі күні болмай қалмасын деп айтпай отырмын. Үшінші мәселе контент. Енді кадр дұрысталса, материал техникалық база дұрысталса, сапа контент. Контентте менің көзқарасымда жалпы біздерде бағдарламалардағы жылаңқы қайырымдылық бағдарламалар болу керек, бірақ соны кішкене азайтуымыз керек. Керісінше адамдарға мотивациялық кәсіп ашуға, басқа да бір жұмыстарға сондай мотивациялық бағдарламалар болу керек деп ойлаймын. Сол мақсатта біз қазір өзіміздің шарқымызша, мүмкіндігімізше 1-2 жобаны қолға алып жатырмыз. Оның бірі стартап деген жоба. Бір 4-5 бизнесмен, спонсор азаматтарды жинап, сол кісілер жюри болады. Енді көп қаражат емес, бір 1,5 миллион жобасында қаражат жүлдеге тегіп, облыстан біз 100-дің үстінде қазір 150-ге таман өтініш келіп түсті. Солар келіп өзінің жобасын қорғайды стартап. Бұл жерде әрине 1,5 миллион теңгеге үлкен проект ашу мүмкін емес. Бірақ осы арқылы біз екі мәселені ұтамыз. Біріншісі, ол адам келіп, енді бизнесмендерді, кәсіпкерлерді шақырамыз. Мүмкін олармен біз екі арада көпір болып, бір кәсіпкермен оның кәсібін ашуға, инвестиция салуға мүмкін әрекет септік етіп қалуымыз мүмкін. Сосын оларды біз оқытуға атсалысамыз, атамекен не арқылы, сол ұйымдар арқылы. Екінші мәселе, соны көріп отырған телекөрермен жастарға ой тастау. Мұна бәле өзім сияқты бала мысалға. Осындай мен көп былай ғана мысалға бір осындай цех ашайын жатыр екен. Мен де қолымнан келеді ғой деген сияқты сондай бір мотивация. Тепсе темір үзетін азаматтар үйде жатыр мысалға көп жағдайда. Менің де кейбір таныстарым бар. Маған мұнайдан ғана жұмыс керек деп мысалға да диплом алғанына 10 жыл болған, әлі мұнайдан жұмыс күтіп жатыр да, торықпайды. Бір күн болмаса бір күн болып қалады. Мұнайдан жұмыс болмайды енді. Күннен күнге қысқарып бара жатыр, мораторий, өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Сондықтан сондай бір мотивация бола ма деген мақсатпен сондай бағдарламалардың санын көбейткім келеді. Жақсы екен. Сол бағытта жұмыс жасаймыз. Сосын фильм түсіре бастадыңыздар ма? Иә, ол әлде ертерек па айтуға? Жоқ, емес. Біз бастап бітті бүгін міне соңғы кастинг күні бітті. Бұл Рахман деген азамат бар, осы Маңғыстауды бәрі таниды. Рахман продакшн деген сол азамат екеуміз, Алмас Алтай деген елдің азаматы бар. Сол үшеуміз отқанда идея пайда болды. Жалпы Маңғыстаудың тарихында, телеканалдың тарихында телесериал түсірілмеген Маңғыстауда. Болмаған бұрын. Неге біз осыны, біз неге жасамаймыз?
деген идея болды. Қолымызда, менде телеарнада оған бөлінген қаражат жоқ, қолымызда үлкен қаражат жоқ, бірақ жоқ деп отыра беруге болмайды, бір әрекет жасап көрейік. Ұмтылайық, тырысайық, біз жасамағанда кім жасайды деген сияқты сондай бір энтузиазмнан ғана туған ой еді. Қолдайтын азаматтар табылды, шүкір, ел екенбіз, елге жасалып жатқан кәсіпкерлер табылды, сонымен жайлап бастап жатырмыз. Өзіңізді 5 сөзбен сипаттап бере аласыз ба? Уайымшыл, өте уайымшыл адаммын. Болашаққа түсу жолында IELTS деген арнайы ағылшын несіне дайындалдым. Сол бір ай дайындалған кезде мен 12 килограмм тастаппын. Ашушаңмын, тез ашуланам, бірақ тез қайтамын. Бірінші Алланың қалауымен, ар жағынан ниетім дұрыс. Осыған дейін алға қойған мақсаттарым орындалып жатыр, сондықтан мақсатыма жету жолында аянбай еңбек ететін шығармын деп ойлаймын. Бауырмалшылмын, мен тумаластарымды ойлап жүремін. Әуелден мен үшін ең бірінші орында әке-шешем, сосын 5 өзімнің 4 бауырым, 5 семьямыз. Бір керемет, мен дәулетті болмасам да, бір бөліп беретін көп дүнием болмасам да, сол кісілерді ойлаймын бірінші очередь. Бірінші кезекте ауылдағы бауырымды ойлаймын, осы жердегі 3 әпкемді ойлаймын. Мен үшін ең бірінші сол бауырларым, семьям, отбасым. Мен есіме түскен осы енді, қалған айналамда адамдар айтар. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Жалпы мына бала тәрбиесінде өзіндік ұстанымыңыз бар ма? Негізінен ашық сөйлесуге тырысам, біз арамызда құпия болмауға. Себебі мен біздің тәрбиеміз басқа ғой. Әкем әлі күнге дейін маңдайымнан, бетімнен бір сүйіп көрген емес. Мен оны кінәламаймын, ол ішінен мен жақсы көрмейді деп те ойламаймын. Бірақ сондай қалыптасқан ғой енді кеңес үкіметінде, ол кісілер сондай. Ішінен жақсы көретін де білем, мен үшін уайымдайтын да білем. Бірақ соны біз көрсете алмаймыз да, біздің жалпы менталитетіміз. Қазақтың, оның ішінде маңғыстаулықтардың менталитетінде біз сондай бір комплекс бар. Баламмен ондай арамда байланыс болған қаламаймын. Ашық сөйлесеміз, сырласам, құшақтаймын, сүйем деген сияқты. Ол соған үйренген. Жалпы сізді болашақта мемлекеттік қызметтен қайта көре аламыз ба? Бәрі де мүмкін. Менде мынандай нақты алдымда не жоқ. Мен 30-ымда телеарнада жұмыс жасауым керек, 35-імде андай. Бұйырса қызмет бұйырады, бұйырмаса әйтеуір осы жер кең ғой, бір жерінде жүрміз. Жалпы енді жоспарыңыз? Жалпы жоспарым, қызмет жөнінде менде жоспар жоқ, бірақ оқу жөнінде жоспар бар. Әлі де оқуымды жалғастырғым келеді. Мүмкін болашақта бір 4-5 жылдан кейін PhD оқуым мүмкін. Әрине, енді ол мүмкін өзім қалауым Америкаға барып, бір сол жақтың өмірін көріп, бір жерден тек қана өзімдікі де ғана емес, балдарымның да болашағын ойлаймын да. Қазір ағылшынды қалып қоймаса екен, олар да сол жерден кейін оқуына жағдай болса екен деп сол позицияда ойлаймын. Енді ол көреміз қалай болатын. Ал қызметке қатысты менде мынандай дүние жоқ. Ертең 2 жылдан кейін Астанада болуым керек, одан кейін андай қызметке баруым керек деген сияқты. Алланың қалауымен болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе болмайды. Биыл Хакім Абайдың туғанына 175 жыл. Жерде барлығы ақынның өлеңдерін оқып, челлендж жасап жатыр. Сізден де бір өлеңін сұраймыз. Кезінде Абайдың 80 өлеңіне дейін жаттадым. Сол кезде өте не болатын, мен бір өлеңді 3 оқып жаттап алатын, 6-7 шумақты, 3 қайталап. Қазір өте қиын жаттау. Енді бір шумағын ғана енді ұтыпта қалдық қой, қайталамаймыз, өтірік айтпай ақ қояйық. Абайды күнде оқып жүрміз деп айтпай ақ қояйық. 5-ші сыныпта есте қалған бір өлеңдер болса. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа тұстау мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енді күртің. Рахмет, шынайы сұхбат болды деп ойлаймын. Рахмет сіздерге де.